бойынша 39, республика бойынша 39 балабақша, 11.000 балабақшаның ішінде 39 балабақша таңдаған. Соның ішінде біздің Түркістан қаласының Толғай бақшасы ілінген экспериментте. Ол жерде только пилоттық жоба бойынша эксперимент. Ішінде шатастырмаңыз сіз. Ол жерде, яғни пилоттық жоба дегеніміз не? Бұл жерде бір топта 2 тәрбиешінің жұмыс істеуі. Таңертеңнен баланы қабылдағаннан бастап, кешкі үйіне қайтқанға дейін 2 тәрбиешінің жұмыс істеуі. Бұл бағдарламаны пилоттық жоба ретінде. Оны балабақша эксперимент ретінде әкеліп көріп, ол 3 ай өте ме? Жоқ, 6 ай өте ме эксперимент жұмыс? 1 жыл өте ме? Эксперимент ретінде балабақшаны қазірге алып отыр. Қазан айының 3-іне бастап сол балабақша енген тұғын. Ол жерде кеше сараптама ретінде қорытынды ретінде алып кетті. Ол балабақша яғни жүзеге аса ма, аспай ма, ол пилоттық жоба ілінемеді деген сияқты алып кетті. Ол жерде бағдарламаның жерде қатысы жоқ та. Ол 2 тәрбиеші ол жерде айырмашылығы. 2 тәрбиешінің азаннан кешке дейін бірге жүруі бізге тиімді ма, тиімсіз ба? Ол жерде мысалы сол жерде өз пікірлерін айтып жатыр бағанағы. Мектепалды даярлық тобының 2 тәрбиеші алған. 1 тәрбиеші декреттік демалысқа кетіп жатыр. Орнына 2-ші тәрбиеші дайындалып алып кетіп жалғастырып кету керек қой. 3 тәрбиеші жұмыс жасап көрген. Ол жерде яғни пилоттық жобада таңертеңнен қабылдаған мысалы 2 тәрбиеші қабылдап алады баланы. Түскі уақыт болсын, түске дейінгі болсын, кешкі уақыт болсын, үйіне 2 бірге шығарып салады. Яғни балаларды 2-ге бөліп алып жұмыс жасайды. Бұл пилоттық жобаның осы экспериментінде. Ал балаларды бөліп топқа өту, іс-әрекет етіп өту ол бағдарлама бұл жерде ол барына бірдей.